матаға пішіп алдым. Алдыңғы бой, артқы бой, манжет, рукава, юбка. Енді мыналар тесма, рюшаға арналған. Мына жерде мен кішкене фантазировать етіп жатырмын. Мынау белбеу. Белінде белбеу болады деп шештім. Ширинасы 1,5 сантиметр болады. Және мынау рюшаларым болады менің. Түсіндіріп кетейін деп жатырмын да, қазір жұмыс барысында не істеп жатыр деген сұрақтар туындамау үшін. Мінекей, мынандай рюша болады. Оның үстінен мынау тігіледі. Мінекей, сосын барып мынау тігіледі. Спинканы мен дайындап қойдым. Мінекей, түйме қадайтын жері. Оны былай бірінші 2 сантиметр қалыңдықта дублерин алып деп жабыстырып шығасыздар. Мына жағынан 1 сантиметр қалдырып. Сосын сол 1 сантиметрді ішке қарай бір үтіктейсіздер. Содан кейін осыны 2 сантиметр қалыңдықта өлшеп тұрып, ішке қайырып, тағы да бір үтіктейсіздер. Сосын екінші жағында дәл солай істейсіздер. Міне біз бір-біріне деп қадаған кезде осылай түймелік болып шығады. Түймеліктің арт жағы. Выточкаларын тіксек, бізде уже спинкамыз дайын. Мен мыналарды, мынау рюшасы екіге бөліп, теріс қаратып, үтіктеп дайындап қойдым. Енді қазір номер 5-ші стежокпен 2 қатар жүргізіп шығам. Пятеркамен. Мінекей мынандай қылып 2 строчка жүргізіп шығасыздар пятеркадан. Енді мына жібін шығарып, 2 жібін бірдей тартамыз. Бұл бізге тартқан кезде мынандай рюша болу керек, қыздар. Көрдіңіздер ғой? Өсетіп тартқылап рюшаны өзіңізге керек ұзындықта жасайсыздар. Менің кеудемнің ұзындығы 33 сантиметр, шовпен бірге 35 болды. Демек, мен екеуінің ұзындығын 35 сантиметрге теңестіремін. Мінекей қыздар, 35 сантиметр ғып бүрмені дайындап, үтіктеп алып келдім. Менде бүрмем дайын. Енді белбеуін мен өзім 3 сантиметр қалыңдықта екіге бөлдім, үтіктеп алдым. Енді бұны қазір дайындау керек. Себебі бізге барлық детальдар дайын тұру керек. Сіздер ұзын қып қиып алсаңыздар болады. Мен мына жерде матаның кішкене жетпегеннен кейін екіге бөлдім да. Қазір енді мынаны бір-біріне тігем. Енді бұны бұлай бір тігемін. Мінекей, мына жерінен бір 5 мм кіргіземін. Андай 5 мм кіргіземін да, инемен түйреп аламын. Көрініп тұр ма? Мына жерден 1 сантиметр шов жүргізіп шығамын. Енді инені алып тастаймын. Мына тігісті ішке қарай кіргізем. Көрдіңіздер ғой, сонда бізде уже изнанкаға да былай шығып тұр ғой. Бірінші сыртын тігіп алдым. Содан кейін барып, мынандай қылып ішіне кіргізе отырып, мына жерден 2 мм строчка беріп жүргізіп шығамыз. Мінекей, мына жерден 5 мм ішіне кіргіземіз. Мына жағынан 5 мм ішіне кіргіземіз. Сонда бізде
мына жиегінен 2-3 мм қалдырып строчка жүргізіп шығамыз. Мінекей біздің андай поясогымыз дайын болды. Екіншісінде дәл осылай тігіп, мен үтіктедім, сразу үтіктеп дайындап аламыз. Ал қыздар, менде 2 бау дайын. Бауды шетке алып қоям. Енді кеудемен жұмыс жасаймыз. Бізде мына жерде выточка болған, қараңыздар. Осыны былай тігіп шығам. Тіккеннен кейін тігісті жатқызып үтіктейміз. Жатқызып үтіктейміз нан. Алдын ала дайындаған бүрмелерді екі жағына қондырып тігіп шығамыз. Так, қыздар, мен да рюшаны тігіп шықтым. Енді боковушканы тігеміз. Мына жерге мінекей бау кетеді, енді сәл-сәл қалың болып кетеді, ничего страшного. Так, қыздар, мінекей мен строчка беріп тігіп шықтым. Үтіктеген жоқпын әлі. Менде мына жағы не тұр ғой деймін. Мінекей мынандай болды. Көрдіңіздер ме? Наны енді былай қарай үтіктеп тігісін жатқызсақ, бұл әдем болады. Наны сразу оверлоктап шығамыз. Оверлоктап. Екінші жағында дәл солай. Былай тігіп шығамыз. Көктеп, екі жағын бірдей көктеп аласыздар. Сосын екі жағын бірдей строчка беріп тігіп шығасыздар. Жақсы отырғаннан кейін, оверлоктағаннан кейін барып, біз сіздермен кездесеміз. Қыздар, қараңыздар, мен үтіктеп келдім. Кеудені үтіктеген кезде астына бір нәрсе салып үтіктеңіздер деп шығып тұру керек. Енді ары қарай біз мына чесманы былай әшейін деп үстінен тігіп шыға саламыз. Былай қоямыз да, әдемі ғып тігісті тартпаймыз. Кеудеде выточканы аккуратно деп бүкіл жағда овальный изгибімен бірге изгибін қатты деп тарт жөрмеңіздер. Өйтіп тартсаңыздар, кеудедегі жаңағы объем кетіп қалады. Бірінші осыны тігем мен, ары қарай енді сіздер өздеріңіз көріңіздер. Мен одан кейін мынаны тіккім келіп отыр. Одан кейін мынаны тігем. Мінекей, тура осылай әшейін үстінен тігіс жүргізіп шығам. Болды. Осының бәрін тігіп келгеннен кейін біз сіздермен кездесеміз. Екі жағында бітірдім, оверлоктадым, мінекей. Үтіктедім. Бізде енді алдыңғы бойымыз толық дайын болды. Мынау бауы, екі шетіндегі бауын кеуде тұсынан жібердім. Көрдіңіздер ғой? Мінекей. Мына жерде жалғанып тұр бауы. Мына жерге жалғанып тұр бауы. Артық мынандай тігістердің жіптердің бәрін алып тастаймыз. Мен алған жоқпын. Алып тастаймын ғой. Алдыңғы бой дайын сонымен. Енді артқы боймен жұмыс жасаймыз. Артқы бойда бізде бірінші очередь выточкаларын тігеміз. Выточкасын тігеміз. Содан кейін барып үтіктейміз. Спинкам дайын. Екі жағында үтіктеп, тігісін басып, дайындап қойдым. Енді иықтарын бір-бірімен қосамыз. Алдыңғы бой мен артқы бойдың иықтарын қосып тігеміз. Сосын бірден оверлоктаймыз. Енді мойнын өңдеуге дайындап қойдым. Осы орайда сіздерге бұл ойындысы ұнамаса, мына жерден қалауларыңыз бойынша примерка жасап болғаннан кейін өзгеріс енгізуге болады. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Ең бастысы арқаның ойындысынан көп алмаңыздар. Себебі арқадан көп алып қойсаңыздар, киімдеріңіз арқаға қарай жағдай кет қала беретін болады да, киіп жүрген кезде ыңғайсыз болады. Енді ары қарай мен бейка дайындадым. Қазір бейкамен мойнын өңдеп шығамын.
бейканың ширинасы 3 сантиметр қылып алдым, оны бүктегенде 1 сантиметр болады. Менде ютубта жағаны қалай өңдеу керек туралы көрсетілген мастер-класс бар. Міне біздің үстіңгі бөлігін мен дайындап қойдым. Мынау біздің юбкамыз. Юбканы да тігіп, бәрін дайындап қойдым. Мынау подгибка 4 сантиметр. Оверлоктаған жоқпын, себебі маған осылай аккуратный болып шыққан ұнайды. Боковойларды қостым. Боковойларды қосып, оверлоктаймыз. Үтіктейміз. Тігісін жатқызып үтіктейміз міндетті түрде. Содан кейін белін бүріп, жинап, дайындап қойдым. Ендігі мәселе бізде алды мен артын қосамыз. Мына детальді, мына шов бар ғой, мына жерде бізде шов бар. Мына шовтың үстіне дәлме-дәл алып келем. Асырып кетпейміз, жеткізбей қалмаймыз. Дәлме-дәл келу керек. Мынау горловина дәлме-дәл келу керек. Неке. Тартпаймыз, өзінің жатысында әдемі болып жату керек. Осы тұрған жерінен инемен асты жағын неке қадап аламыз. Инемен мына жақты қадап аламыз, біріктіріп. Көрдіңіздер ғой, я? Қадап аламыз. Енді осыған біздің мына жақтағы арқамыз бар ғой, бізде арқамызда бұлай төмен кеткен болатын арқамыздың. Соның серединкасын табамыз. Серединкасын табамыз. Мен серединкасын бұлай бүктемей тұрған кезде белгілеп кеткем. Осы серединкаға мынаны қосамыз әкеп, неке. Мынаның тура мына ине қадалған орта тұсын, мынаның серединкасына, ортасына, жағымен насечка берген тура центрге, қайда, неке, міне. Осы жерге әкеп қадаймыз, неке. Әкеп осы жерге қосамыз. Ары қарай бізде боковой шов, міне. Боковой шов пен боковой шов келу керек. Міндетті түрде. Шов пен шов келу керек. Бізде алдының центрі бар. Мына жіпті ішіне қарай жіберіңіздер. Бірге тігіп жібермеңіздер нені, бауын, шнурокты. Ішіне қарай жібереміз. Енді мына алдының екке бөлеміз. Екке бөліп, примерно ортасын белгілеп аламыз, насечка беріп. Ортасын белгілеп алдым. Қатты қиып жібермеңіздер. Сосын неке алдының менде центрі бар. Осы центрмен, юбканың центрімен кеуденің центрін қосамыз. Айналдырып алып келеміз да, мына жақта боковой шовтарды қосамыз бір-біріне. Не, мынау боковой шов и мынау юбканың боковой шовы. Осыны айналдырып әкеп қосамыз. Енді осыны қолмен көктеп, біріктіріп, бірдей қылып, ұзындықтарын белгілеп алдық қой, мен сіздерге жалпы жұмыс барысын көрсеттім, неке. Енді осы бойда, неке, қолмен көктеп, барлық жерін тура алып келіп, көктеп киіп көреміз. Ұзындығын бәрін қарайсыздар. Мен мына жағын бірінші тігіп қойдым. Сіздер тікпеңіздер бұл жағын бірінші.
белге қосып болғаннан кейін барып етегін оформлять етеміз. Қазір белді көктеп шығасыздар. Егер ұнап жатса болды, уже строчка, машинкаға 1 сантиметр строчка беріп жүргізіп шығасыздар. Одан кейін барып оверлоктайсыздар, сонымен етегін обрабатывать етесіздер и болды. Уже бізде кеудеміз дайын болады. Рукавасында біз спинка жағынан 10 сантиметр, манжет жағынан жоғары қарай 10 сантиметр қалдырған болатынбыз, сызық қып. Сол сызықтан мен мынандай қылып капелькаобразный форма қиып алдым. Енді бұны қазір бейкамен обрабатывать етеміз. Менде мындай кружево қалыпты, как раз 2 манжетке жетеді. Осыны енді манжетті мындай кружевомен обработка жасайтын болдым. Манжеттің 2 деталін дублировать етіп алдым. Сіздер де осылай дублировать етіп аласыздар. Бейкам дайын. Енді ары қарай бейканы тігеміз. 2 қолды да обрабатывать етіп болдым. Енді боковой шовты қосамыз, сосын оверлок жүргізіп шығамыз. Тігіп оверлоктап шықтым. Енді машинканың стежкасын 0,5 миллиметрге қоямыз да, мына жерден 2 линия строчка жүргізіп шығамыз бүрмеге. Мына 2 жіпті тартып, манжеттің ширинасына дәлеп дайындаймыз. Енді манжет. Бір дублированный детальді, дублировать етілмеген, клей жабыспаған детальді бір-біріне оң бетіне қоямыз. Инемен қадап алыңыздар. 1 сантиметр ровно строчка қалдырып, айналдырып, мына жерге дейін тігіп шығамыз. Мына жағы ашық қалады. Бір жағы ашық қалады. 3 бөлігін тігіп шығамыз. Линейкамен сызып алыңыздар, егер ровно тіге алмайым десеңіздер. Бірақ мынаның ұзындығы мен мынаның ұзындығы міндетті түрде бірдей болу керек. Мынаның мына жағы тігілмеу керек. Мынаның мына жағы тігілмеу керек. Екі жағы бірдей болып кетпеуін бақылаңыздар. Получается, мына манжеттің мына жағын айналдырып тігеміз, ал мына манжеттің мына жағын айналдырып тігеміз. Мынау, мына жақ и мына жағы. Сонда 2 жағы тігілмейтін, ашық қалады. Енді манжет қосамыз. Бірінші мына точкасымен мына точкасын кіргізіп аламыз. Шовты ортаны ашып, ортасына салам. 1 сантиметрден асырмаймыз, тағы да айтайын. Мынаны инемен қадап бекітіп алам. Енді екінші жағында тура солай мінекей. Шовты ашамыз. Сосын 1 сантиметрден асырмай салып, инемен бекітіп аламыз. Енді ары қарай
ине жіп дайындап алдым мен. Көрдіңіздер ғой. Мына рюшаны по всей длине равномерно распределяем. Сосын мынау ішіндегі мынау тігіс бар ғой. Мінекей. Мына тігістен асырмай көктеп тігіп шығамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Аккуратно шықты. Мына жердегі бүрменің шофтарын кейіннен алып тастаймыз. Енді мен мына көктегеннің үстіне бірден мінекей. Мына жерден 1 миллиметр қалдырып, шоф жүргізіп шығам. Жалпы міне қыздар, бір жеңім дайын болды. Мынан деп обал болмасын деп осы екі кусочек қалып тұрғаннан кейін мынаны былай алып қиясты тіге салдым. Или кнопка, или түйме қадайым. Сонымен менің рукавам дайын болды. Енді дәл осылай екіншісін жасаймыз. Жеңді кеудеге отырғызамыз. Ол үшін бізге мынау біздің рукавамыз ғой. Мынау жеңіміз біздің. Мына жерден бастап, мінекей, жаңағыдай двойной строчка жүргізіп шығамыз. 0,5 мм, 0,5 мм-ден строчка жүргізіп шығамыз. Міне, двойной тігіс жүргізіп шықтым. Сыртқы екі жіпті аккуратно тартамыз. Қатты тартпаңыздар. Аккуратно. Бір қалыпты, бірдей екеуін. Екеуі бірдей болу керек. Жалпы алғанда, мінекей, мынандай болу керек қой. Былай. Мінекей, мынандай болу керек. Көрініп тұр ма, білмеймін. Сөйтіп, бірақ мына жағында мынандай не болмау керек. Защиптер болмау керек. Осыны проймаға әдемі ғып отырғызамыз. Мынау бізде спинка жағы. Мына шофпен, мына шофты бір-біріне, боковой шофпен рукаваның шовын бір-біріне алып келеміз. Мына жерде де тура алдыңғы сабақтағыдай, мысалы қараңыздар. Боковой шофтың тігісі мына жаққа қарап тұр. Ал рукаваның тігіші мына жаққа қарап тұр. Сонда бізде уплотнение болмайды. Рукаваны крайт еткен кезде біз насечка қалдырып кеттік центрға. Соны бірінші қойып көреміз. Сіздер көктеп шығасыздар. Мен инемен қадайым. Сосын былай тартып көресіздер, келеді ма, келмейді ма деп. Менікі келіп қалатын сияқты дәлме-дәл болып тұр. Осыны көктеп шығасыздар.
Енді осыны бірінші көктеп денелеріңізге киіп көріңіздер. Иықтың посадкасы қалай, жең бәрі дұрыс отырды ма? Егер барлығы әдемі болып жақсы отырып жатса, онда машинкамен уже тігіп, оверлоктап, екінші қолына кірсе берсеңіздер болады.